Құрметті студенттер, мен Құлжан Ардақ Дәуітович, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжі. Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша өтетін тақырыбымыз Сағадат Нұрмағамбет, халық қаһарманы. Енді сабағымызды бастамас бұрын, бірінші біз сабағымыздың мақсаттарын қарастырайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасына сай сабақ мақсаттары: бірінші, мәтін үзінділері бойынша болжам жасау және тиісті ақпаратты сол мәтіндерден анықтай білу. Одан кейінгі мақсатымыз мәтіндерге қажетті ақпараттарды, деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді анықтау және олардың қолдану мақсатын талдау. Осы мақсатқа жету үшін біз бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларын орындауға және жаңа сабақпен танысуға көшеміз. Сағадат Нұрмағамбет, халық қаһарманы, Кеңес одағының батыры, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбет 1924 жылы қазіргі Ақмола облысы Ақкөл ауданы Қосым ауылында туған, үйдің ең кенжесі. Әкесі Қожахмет, анасы Айса, ағасы Сағит. Сағадат дүние есігін ашуға бір ай қалғанда әкесі Қожахмет өмірден озады. Айса жалғыз қалып, екі ұлын асырау үшін бар күшін салады. Алайда елімізді ашаршылық жайлаған 1932 жылы Сағит пен Сағадат отбасының тірегі болған аналарынан айырылып, тұл жетім қалады. Сол кезде Сағадат бар жоғы 7 жаста еді. 1942 жылдың шілде айында 18 жаста кеңес әскер қатарына қабылданып, Түркменстанда пулеметшілер дайындайтын училищені үздік аяқтайды. 1945 жылы 17 қаңтарда Сағадат Нұрмағамбет Польша жерінде жау қорғанысын бұзып өту кезіндегі жауынгерлік тапсырманы ержүректікпен орындайды. Жау әскерін тазарту кезінде Нұрмағамбетов әскерлерді сауатты басқара білумен көзге түседі. Сенаттың бұрынғы төрағасы, қазіргі Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл шайқастарды кеңес әскерінің қолбасшысы Георгий Жуков өзі бақылағанын айтады. Нұрмағамбетов қатысқан ұрысты кеңес одағының маршалы Жуков бақылапты. Ол Сағадат Нұрмағамбетовке кеңес одағының батыры атағын беруге ұсынады. Бұл нақты ерлік еді, дейді ол. Бұл честь подвиг Сағадата Нұрмағамбетова атты деректі фильмде. Осылайша 1945 жылдың 27 ақпанында 21 жасында Сағадат Нұрмағамбетовке кеңес одағының батыры атағы беріледі. Қазақ елі тәуелсіздік алған соң Сағадат Нұрмағамбетов туған елдің қауіпсіздігі мен қорғаныс саласын нығайтуға бар күшін салды. Оған батырдың жазып қалдырған естеліктері дәлел. 1991 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы қызметіне кіріседі. 1992 жылы 7 мамырда Сағадат Нұрмағамбетов қорғаныс министрі болып тағайындалды. 1994 жылдың 23 мамырында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жарлығымен ұлттық қауіпсіздікке қосқан үлесін Сағадат Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағымен нөмірі 1 алтын жұлдыз табыс етілді. 1995 жылғы қарашада армия генералы генерал атағымен отставкаға шығып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болды. Сағадат Нұрмағамбетов еліміздің дамуына көптен көп үлес қосқан халық қаһарманының бірі. Оның көптеген КСРО наградаларымен, Қазақстанның және де шет елдердің ордендерімен марапатталды. Сондай-ақ Сағадат Нұрмағамбетов Алматы, Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы, Донецк, Украинадағы Донецк қаласының, Ақмола облысының Ақкөл ауданының құрметті азаматы. 2013 жылдың 24 қыркүйегінде өкінішке орай Сағадат Нұрмағамбетов 90 жасқа қараған шағында өмірден озды. Енді құрметті студенттер, сөздік жұмысты қарастырып, бүгінгі тақырыпқа қатысты тірек сөздерді жазып қояйық. Бірінші, қаһарман, герой, тұл жетім, голая сирота, қорғаныс, защита, жауынгерлік, воинственный, ерлік, храбрость. Ал енді құрметті студенттер, келесі бірінші тапсырманы қарайық. Бірінші тапсырма: сөйлемдегі көп нүктенің орнына
тиісті жалғауларды қойып дәптерлеріңе жазыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды қойып дәптерлеріне жазыңдар. Ал енді жазып болсаңыздар тексерейік. Кеңес одағының батыры, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы қазіргі Ақмола облысы Ақкөл ауданында туған. Сіздердің алдарыңызда мынау үш сөйлемнің керекті жалғауларын қызылмен белгілеп қойдым. Дәптерлеріңізге қарап түзетіңіздер. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті, енді жалғауларды емес, сөздерді қойып, дәптерлеріңе жазыңдар. Көп нүктенің орнына сөздер қоямыз. Оған керекті сөздер мәтіннің астында тұр. Керекті сөздер: құрметті, марапатталды, бағаланып, депутат, есімі берілді, генералы, қалаларының. Керекті сөздер тағы да бір оқып қойын. Құрметті, марапатталды, бағаланып, депутат, есімі берілді, генералы, қалаларының. Ал енді, құрметті студенттер, осы тапсырманың дұрысын қарайық. Қай жерде қандай сөздер керек екен? Керекті сөздер қай жерге келеді? Сағадат Нұрмағамбетов 1971-94 жылдары республикамыздың жоғарғы кеңесіне бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Үкімет қаулысымен Астана қаласындағы Жас ұлан мектебіне армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің есімі берілді. Оның жауынгерлік және қайраткерлік өмір жолындағы ерліктері мен еселі еңбектері жоғары бағаланып, көптеген КСРО наградаларымен Қазақстанның және шет елдердің ордендерімен марапатталды. Сағадат Нұрмағамбетов Алматы, Астана, Донецк қалаларының Ақмола облысының Ақкөл ауданының құрметті азаматы атанды. Керекті сөздердің қойылған орындары қызылмен белгіленіп тұр. Өздеріңіздің қойғандарыңызды бір тексеріп өтіңіздер. Шолу жасап қарап шығыңыздар. Ал құрметті студенттер, келесі тапсырмаға көшейік. Бүгінгі сабағымыздың үшінші тапсырма сандар сөйлейді әдісі арқылы жүзеге асады. Мәтіннен берілген сандарға қатысты мәліметтерді тауып, оқып, кестеге жаз. Бірінші, кестені қарап аламыз, кестені сызып аламыз, дәптерімізге кестені сызып аламыз. Қазір кестені сызып алғаннан соң сіздерге мәтінді ұсынамын. Сол мәтіннен қарай отырып, кестені толтырамыз. Кесте мәтінде кездесетін сандар, жылдардың сандары беріліп тұр, осыны жазып қоямыз. Сосын санға қатысты деректеген бағанды бос қоямыз, о жерге қазір мәтіннен жазамыз. Ал енді мәтінді назарларыңызға ұсынамын. Мәтін. Осы жерден кестеге толтырамыз.
Ал енді толтырған кестемізді тексеріп өтейік. Бірінші дұрысы. 1924 жылы заңға қатысты дерек. Қазіргі Ақмола облысы Ақкөл студенттер енді кері байланыс бөліміне көшейік. Кері байланыс беру үшін бүгінгі сабақтағы алған ақпараттарыңызды, басқа да ойларыңызды бәрін жинақтап, БББ стратегиясы арқылы кестеге толтырып маған жіберіңіздер. Одан кейін кестені БББ кестесін толтырып жібересіздер. Үй тапсырмасы бүгінгі сабаққа қатысты. Сағадат Нұрмағамбет туралы деректі фильмді көріп, содан түсінгендеріңізді баяндап ақпарат жазасыздар. Баяндап жазған ақпарат кемінде 100 сөзден болуы қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.